Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім Мырзабек. Сіздерге бүгін қыстың күнге балаларға витамин салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, соңына дейін видеомды қараңыздар. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Қызылшамызды қайнатып пісіріп аламыз. Және де алмамызды алып, сыртын ашып дайындап алатын боламыз. Ашылған алмаларымызды турап алатын боламыз қажетін. Осылай дәні жоқ жерлерін турап аламыз кубиктеп. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Балаларға өте сүйікті салаттардың бірі. Дәмді болып шығатын болады. Құрамына да небәрі 2 ғана зат қажет болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сонда кейінгі видеоларым шыққан кезде алғашқылардың бірі болып сіз көретін боласыз. Барлығын дәл видеодағыдай кубиктеп турап аламыз. Одан кейін қызылшамызды да турап алатын боламыз. Қызылшаларымызды да барлығын дәл кубиктеп тураймыз. Бұл қызылшаның тек өзінде жіберсеңіздер, витаминге бай, қан көбейтетін жеміс көкөністердің бірі. Үстінен майонезімізді азырақ құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Майонезіміз біркелкі болып араласып қажет. Қаласаңыздар, сіздер йогурт қоссаңыздар да болады. Балаларыңызға дәмдірек болу үшін. Жақсылап араластырып алдық. Енді ыдысымызға жайғастырып салып алатын боламыз. Құрамын мейлінше көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Мен өзімізге лайықты етіп, бір ғана тарелка шығатын қылып жасадым. Толық барлығын салып, тарелкамызға қалауынша жаңғақпен немесе мен сияқты осылай жер жаңғақпенен сәндеп қойсаңыздар болады. Салатымыз осымен дайын. Небәрі 5-ақ минут уақытыңыз кетеді. Өте дәмді. Соңына дейін мен қарап, қолдап кеткеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.